Казахские поверья и этико-духовно-правовые запреты. Перевод Акскер Борш. Вторая часть. Поверья. Аты сүрінчек болады деп, балаға төстің сүрінчегін жегізбейді. Чтобы лошадь не хромала, ребенку не дают часть грудинки под названием сүрінчек, спотыкающийся. Көзге теріскен шықса, саусақ арасынан қол шығарады. Если на глазу появляется ячмень, то этому человеку показывают кукиш. Иегін қышса, бір жерден дәм татасың. Если чешется подбородок, то где-нибудь поешь. Келіншек отырған жақтағы аяғы үйіп қалса, ол екі қабат екен деп ырымдайды. Если затекла нога со стороны, где сидит молодая женщина, то считают, что она беременна. Бейуақытта ұйықтамаған, жылаған жаман болады. Нельзя спать и плакать при заходе солнца. Қолды жуғаннан кейін оның суын сілікпейді, орамалмен сүртеді. Нельзя после мытья рук стряхивать с них воду, а надо их вытирать полотенцем. Баласы шымыр болсын деп, екі қабат әйелге сағыз шайнатады. Для того, чтобы ребенок родился крепким, матери дают жевать жевательную резинку. Түсік тастамасын деп, жас әйелдің етегін бүріп қояды. Чтобы у беременной женщины не было выкидыша, женщине заворачивают подол платья. Екі қабат қатынның күні жақындаған кезде жер ана қуат бер деп жалаңаяқ жүргізеді. При приближении родов роженицу заставляют ходить босиком и вслух просят, молят о помощи у богини земли, Жер-Ана. Жаңа босанған немесе аяғы ауыр қатын түнде суға бармайды. Только что родившей женщине или беременной женщине нельзя ходить за водой ночью. Екі қабат қатынға пышақ, ара, қайшы ұстатпайды. Ұстаса, күні бұрын босанады деген ырым бар. Беременной нельзя держать ножи, ножницы, пилы, а то родит раньше срока. Жас келіннің төсі малдың желінсі іссе, қайтыс болған адамда жуған қолғаппен аптайды. Если опухает вымя у скота или грудь женщины, то их лечат, поводив над ними рукавицами, в которых был помыт покойник. Көктен аққан жұлдызды көргенде қазақтар менің жұлдызым жоғары дейді. Когда падает с неба звезда, казахи говорят, моя звезда выше. Кісіге немесе малға біреу сұқтанып қараса, көзің тиеді деп түкіртеді. Если кто-то смотрит, вытаращаясь на скот или на человека, то его просят, чтобы он сплюнул. Балықтың құйрығын ұстаса, ауға балық түспейді. Если держать рыбу за хвост, то она не будет ловиться. Ойынға ашуланған кісінің басы таз болады. У тех, кто обижается на шутки, голова раньше лысеет. Мал үшеу не төртеу төл туса, олардың біреуін бауыздап, босағаға көмеді. Если у скота родится тройни или четверни, то одного из них обязательно режут и закапывают под порог юрты. Егер ауыздық шықса, жүгеннің ауыздығымен емдейді. Если у человека появляются фурункулы возле рта, стоматит, то его лечат конскими удилами.
көп жасаған немесе жақсы кісі қайтыс болса, оның киімдері мен тұтынған заттарын ырым етіп бөліп алады. Когда умирает долгожитель или просто хороший человек, то его личные вещи и одежду раздают людям. Басы кимейді деп, бөтен кісіге бас киім бермейді, немесе айырбастамайды. Свои головные уборы никому не дают и не обмениваются. Садақаға киім берсе, оның түймесін қиып алады. Если кому-либо жертвуешь одежду, то надо состричь и оставить у себя пуговицы. Баланың мойны тез және түзу бекісін деп, оның шілдеханасына сойған қойдың мойын омыртқасын тұтасымен асып, тесігінен шыбық өткізіп, кептіріп қояды. Чтобы у новорожденного быстрее окрепла шея, на празднике в честь рождения режут барана, варят его шею целиком, а скелет шеи целиком вешают на веточке. Несібесі көп, дастарханым мол болсын деп, жаңа үйдің босағасын маймен майлайды. Чтобы новый дом юрта был полон как чаша, порог мажут маслом. Жиенді ұрса, қолы қалтырайды деген ырым бар. Нельзя бить детей дочерей и детей сестер, а то рука отсохнет. Жиен, жиендігін жасағаны кешіріледі. Детям дочерей и детям сестер разрешается делать все, их за проступки прощают. Қазақ жек көрген немесе көрмеймін деген кісінің артынан бір уыс топырақ шашады. Казахи вслед человеку, которого не любят или не хотят больше видеть, сыплют пригоршню песка. Біреудің үйі өртенсе, оның арты жақсылық болады деп ырымдайды. Если у кого-то случается пожар, то считает, что их в будущем ожидает большое счастье. Жаңа айды көргендер, жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке деп айтады. Когда казахи видят новую луну, говорят в новолуние «благодействуй», в полнолуние «жалься». Шала туылған баланы тымаққа салып, неше күні кем болса, сонша күн кереге басына іліп қояды. Недоношенного ребенка кладут в лисью шапку и подвешивают на стене юрты на столько дней, на сколько дней он раньше срока родился. Қалы үлкейіп кетпесін деп, қалымен туылған баланы Қалдыбай, Қалдыгүл деп атайды. Чтобы родимые пятна не разрастались со временем, детей называли Қалдыбай, Меңдібай и другие. Қал, Мең, родинка, родимое пятно. Өліктің денесі оралған кілемді түнде жұлдызға қаратып, жайып барып пайдаланады. Ковром, в котором выносили покойника, можно пользоваться только после того, как вывесишь его ночью на звездах. Шашалған кісіге майқап дейді. Поперхнувшемуся человеку говорят «майқап». Біреу қайтыс болды деп естіп, кейін ол тірі болып шықса, көп жасайды екен деп айтады. Если человек, которого посчитали умершим, окажется жив, то считают, что он проживет долго. Бас киімді теріс қаратып киген жаман істің белгісі. Надевать головной убор задом наперед – плохая примета.